Стивен Кинг көптеген бестселлер туындылардың авторы. Оның фэнтези, мистика, триллер, детектив, қорқынышты оқиғалар сияқты түрлі жанрда жазған 300-ге жуық әңгімесі мен романы бар. Түрме мен қылмыс әлемі туралы шығармалары да үлкен сұранысқа ие. Соның бірі Жасыл Нил романы. Жасыл Нил романында Луизиана штатында орналасқан Суықтау түрмесіндегі оқиғалар баяндалады. Өлім жазасына кесілгендердің жазалауға арналған Олд Спарки электр орындығына апаратын дәлізді тұтқындар Жасыл Нил деп атап кеткен. Американың танымал жазушысы Стивен Кингтің Жасыл Нил кітабы тұңғыш рет қазақ тілінде жарық көрді. 12 орындық роман Илья Ильф және Евгений Петровпен 1927 жылы жазылған және бірлескен авторлардың алғашқы бірлескен жұмысы болып табылады. 1928 жылы ол көркем және әдеби журналында жарық көрді. Сол жылы жеке кітап болып басылды. Сюжет Ханым Петухованың 12 орындықтың бірінде жасырылған гауһар тастарды іздеуге негізделген. Бірақ шығармада баяндалған оқиға шытырман оқиғалы жанрмен шектелмейді. Зерттеушілердің пікірінше, онда дәуірдің ғаламдық бейнесі берілген. Романның алғашқы тиражы Жер мен фабрика баспасымен жарыққа шыққан. Роман көп елдерде бірнеше рет экранизацияланды. Менің атым Қожа 1957 жылы жазылған. Қазақ балалар әдебиетінің озық туындыларының бірі саналатын повесть. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Повесте кішкентай Қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. Ол қанша бұзықтық жасаса да, жақсы адам болуға талпынысы бар. Өзінің жасаған бұзықтығын бәрі әкесіз өскендігінен деп ойлайды. Қожа өзінің мінезін, тәртібін өзгертуге тырысады. Әңгімеде Қожаның балалық махаббаты да үлкен рөл ойнайды. Ол сыныбындағы үлгілі, тәртіпті, әрі сабағын үздік оқитын Жанар деген қызды жақсы көреді. Тіпті кей кездері Жанарға арнап өлеңде шығарады. Жанарды әр қашан көргісі келіп тұрады. Қожа жазушы болуды армандайды. 1963 жылы Қазақфильм студиясы осы кітап бойынша жазылған киносценарийді экранға шығарады.